Қант диабетімен ауыратын науқастар, әсіресе қант деңгейі бақыланбайтындар, әртүрлі инфекцияларға жоғары қауіпте болады. Бұл олардың бақыланбайтын. Диабеті және иммундық жүйесінің әлсіреген күйі себебінен. Қант диабетімен ауыратын науқастарға белгілі бір вакциналар ұсынылады. Әсіресе сайларының алдында қарт адамдарға, қант диабетімен ауыратындарға вакциналар беру маңызды. Тұмауға қарсы вакцина, пневмококк вакцинасы кіреді. Пневмококк вакцинасы әр 5 жыл сайын бір рет беріледі, ал тұмауға қарсы вакцина жыл сайын беріледі. Бұдан басқа, қант диабетімен ауыратын науқастарға гепатит вакцинасы да ұсынылады. Және бұрын вакцина алмаған қант диабетімен ауыратын науқастарға гепатит вакцинасын алу ұсынылады. Белдемші вакцинасы тағы бір маңызды вакцина болып табылады, әсіресе егде жастағы топта, себебі біз белдемшенің ауыр асқынулары мен екінші реттік инфекциялары бар көптеген науқастарды көреміз. Кейде олардың бетіне, бет нервіне әсер етіп ауыр асқынуларға келеді. Сондықтан осы инфекциялардың барлығын қарапайым вакцинация арқылы алдын алуға болады. Және қант диабетімен ауыратын науқаста осы вакциналар туралы хабардар болып, оларды уақытында алуы керек.